Ісмет Кеңесбайұлы аты әлемге мәшһүр түркітанушы ғалым. Оның қазақ фразеологиясын зерттеуге, тіліміздің фонетикасы мен фонологиясына зерделеудегі еңбегі зор. Қазақ тіл білімінің мәселелері атты жинағына енген еңбектері бүгінгі таңда да өзінің ғылыми құндылығын жойған жоқ, қайта өзектілігін, қажеттігін танытып отыр. Олардың көпшілігі қазір библиографиялық тұрғыдан сирек ұшырайтын өте бағалы зерттеулер санатында. Қазіргі тіл білімі мен түркітанудың теориялық практикалық мәселелерін заманауи тұрғыдан жан-жақты қарастырған зерттеуші еңбегі тілші ғалымдарға, көпшілік тіл жанашырларға арналады. 1978-1988 жылдары өңделіп шыққан қазақ тілінің орфографиялық сөздіктерге, әдеби тілге тән сөздер мен терминдер енгізілген. Бұл сөздіктер сауатты жазудың негізгі құралы ретінде ұсынылып отыр. Сөздіктер мұғалімдер мен мектеп оқушыларына, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, баспа қызметкерлеріне, жалпы қалың жұртшылыққа пайдалануға арналған. 1977 жылы шыққан қазақ тілінің фразеологиялық сөздігіне тіліміздегі фразеологизмдер мол қамтылған. Оның мағынасына түсіндірме беріліп, қолдануы, нұсқалары, тууы, жасалуы сөз болды. Қазақ тілінің аса шұрайлы әрі көркем саласы, тұрақты сөз тіркестерін жиі келтіретін бұл сөздік ана тілін қастерлейтін барлық кісілерге, тіл ұстартуға құмар жас буынға, қазақ тілі мен әдебиетін сабақ беретін мұғалімдерге, жазушылар мен журналистерге, студенттер мен аспиранттарға арналған. Ғалымның еңбектері өз оқырманын тауып жатса, нұр үстіне нұр болар еді.